Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен бүгінгі тақырыбымды мезгілсіз көтеріп қалмау үшін не істеу керек екеніне арнаймын. Біздің жас қыз келіншектер көбінесе қалай сақтану керек екенін, орысша айтқанда планирование дейді. Оның бір уақытысын білмей сақтанып жүрміз деп екіқабат болып келетін қыздар бар. Мысалы, приемға келген қыздан, екіқабат болып көтеріп келген қыздан сұрайсыз, сен қалай сақтандың деп. Сол кезде олар айтады, жыныстық қатынас кезінде жігітім ішіне жіберген жоқ деп айтады. Былайша түсіндіргенде, ол нені жіберген жоқ? Жігіттер келіншектері көтеріп қалмасын деп өздері ойлайды, солай сақтанып жүрмін деп. Жаңағы жыныстық қатынас кезінде сперманы сыртқа шығарып тастайды. Ол мүлдем сақтанғанға жатпайды. Жігіттердің қыз келіншектерімен кездесерінің алдында, орысша айтқанда смазка дейді, сол бөліне бастайды. Ол спермаға тола. Егер жігіттердің бір жіберген спермасында 2 миллиграмм мен 5 миллиграммдық шприцпен алынғандай мөлшерде сперма шықса, соның ішінде бірнеше 100-200 миллионға дейін сперма болады. Оның бір каплясында сперма тола. Сол үшін оны жаңағы жыныстық қатынас кезінде шығарып, сыртына жіберу керек деп қателесуге болмайды. Ол мүлдем сақтанғанға жатпайды. Бұл жағдай біздің қыз келіншектердің соны дұрыс білмегеннен деп ойлаймын. Қыз келіншектерге айтатыным, толықтай қалай сақтану керек? Оның түрлері бар. Таблетка, уколы бар, спираль дейміз. Сол туралы келесі ақпаратында сіздерге түсіндірем. Сұрақтарыңыз болып жатса, төмендегі номерге хабарласуларыңызға болады.